бүгін бір ашылып әңгіме айтқым келіп тұрды. Свечканы жақып қойып ше. Чисто бойдақтар көрсінші бұл әңгімемді. Жалпы негізі әңгіменің ашығы бойдақтық адамды шаршатады ғой негізі. Қажытады былай айтқан кезде. Ана қызбен жүрдің, мына қызбен жүрдің. Әлесің ол бәрімен жүріп ше. Бәрі байға тиіп кетті. Әдемі келін болып отыр ғой. Негізі бір ше. Сен ше рын ұстай алмадың по факту келген кезде. Жасың келіп қалса ол да қиын екен. Қай киімнің қақта екенін білмейсің. Өзің жуасың, тамақты өзің істейсің. Давлениең көтеріліп кетсе көк шай ішіп отырасың. Кезінде туысқандарың таныстырады. Ой, менсің не бір қызды бар ғой. Сөйтсең сен өйстіп қамасын деп уайымдаған екен ғой негізі. Обидная по идее. Класстастарың бәрі үйленіп кеткен, бала шағасы деу. Сенмен жастық. Кезінде братыңдар айтатын еді ғой, жүріп қалыңдар бойдақ болып деп ше. Вообще тыңдамау керек еді оның бәрін. По идее негізі жүрдік қой. Көрмейтін нәрсені көрдік қой, істемейтін нәрсені істеп батпаған жерге батып бар ғой. Енді біреуді ала салуға болмайды енді. Құдайдың бір бұйыртқаны тұр деп ойлаймын бойдақтарға ше. Бір кеменің үстінде жүзіп келе жатыр ғой. Алыстардан қол бұлғаннан көз